бір ғана жұмыртқадан ешқандай да таразының көмегінсіз іші толықтай пісіп көтеріліп шығатын, қонақ келсе немесе кешкі бестік шайға аяқ астынан пісіре салатын осындай кекстарды бірге дайындайтын боламыз. Ол үшін алдымен бір ыдысқа жұмыртқамызды саламыз, үстінен бір кесе қантымызды салып, меншікпен жақсылап көпіріп ағарғанша араластырамыз. Одан кейін үстіне бір кесе сүтімізді құямыз. Сүттің температурасы маңызды емес. Және бір кесе сұйық майды құйып, тағы да араластырамыз. Бөлек ыдысқа 2 кесе ұнымызды саламыз және үстіне қопсытқышымызды саламыз. 1 шай қасық қопсытқыш салсаңыздар жетеді және араластырып, електен өткізіп массамызға қосамыз. Қоймалжың масса болғанша барлығын араластырамыз. Арнайы кекстік формаларына құямыз. Менде осындай силиконды форма 2 ас қасықтан құямыз. Қызып тұрған пеште 180 градуста қызарғанша 35 минуттай пісіріп аламыз. Міне кекстарымыз дәл осындай